Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай керемет Азербайжан халқының хингал атты өте дәмді тағамын дайындайтын боламыз. Алдыменен менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде ең алғашқылардың бірі болып, менің әрбір салған видеомды көретін боласыздар. Бұл тағамды дайындау үшін алдыменен қамырын илеп дайындап аламыз. 450 грамдай ұнға тұз қосылған ыстық суды құйып отырып, осылайша қамырымызды илеп аламыз. Одан кейін салафанға салып, бетін жауып, осылай біраз 10-15 минутқа тындырып қоямыз. 10-15 минуттан кейін қамырымызды алып, онды себелеп отырып, қолымыздың, жұдырықтың көмегіменен осылайша қамырымызды кішкене дөңгелек формаға келтіріп жаймалап аламыз. Одан кейін оқтаудың көмегіменен қамырымызды айландырып отырып, қамырымызды жаямыз. Бұл кезде де кішкене ұнды себелеп отырамыз. Мінекей осылайша мен қамырымды жайып алдым. Енді қамырымызды бешбармақ тамағына кескен сияқты қылып, қамырымды кесіп аламын да, барлығын тақтайдың үстіне қойып, холодильникке салып, біраз уақытқа қойып қоямын. Қамырым кішкене қатып, бір-біріне жабыспай, осылайша холодильникте тұрады. Қамырымды холодильникке қойғаннан кейін, енді осы тағамға қажетті салмасын дайындаймыз. Салмасын дайындау үшін бізге фарш 300 грамдай, 2-3 пияз және 5-6 дана сарымсақ қажет болады. Бұл тағамның ерекшелігі, бұл тағамда пиязы және сарымсағы өте мол болу қажет. Неғұрлым пиязы мен сарымсағы мол болса, соғұрлым біздің де тамағымыз дәмді болып шығары сөзсіз. Пиязымызды жарты айшық қылып турап аламыз. Одан кейін чесногымызды өте ұсақтап турап аламыз. Енді табамызды отқа қойып, майымызды құйып қыздырып, одан кейін пиязымызды салып, біраз қуырып аламыз сарғайғанша. Мінекей пиязымыз қуырылып жатыр. Енді оның үстіне фаршымызды саламыз. Тағы да жақсылап қозғап аламыз. Бұл тағамның ерекшелігі, бұған көп заттарды қоспаймыз. Тек фарш, пияз, сарымсақ және тұзбен қара бұрыш қана саламыз. Қазір кішкене қара бұрышты да салып жібердік. Сөйтіп, отын пәсейтіп, біраз солайша бұқтырып, етін пісіріп аламыз. Енді холодильникте тұрған қамырымызды алып, кеспе көжеге тураған сияқты қылып, кескен сияқты қылып, осылай қамырымызды кесіп алып дайындаймыз. Мінекей тұзын салып жатырмыз. Енді оның үстінен сарымсағын саламыз. Етіміз піскеннен кейін, пісуіне бір 2-3 минут қалған кезде сарымсағын саламыз. Сарымсақты тамақтың ең соңында саламыз. Мінекей бөлек ыдысқа суын қайнатып, қамырымызды пісіріп алдық. Енді оны легенге салып, мінекей қамырымыз дайын. Енді жаңағы салмамыздың майын құйып, қамырдың арасын ажыратып, осылай жабыспас үшін алдыменен осылай кішкене майын құйып аламыз да, оның үстіне ортасына енді салмамызды саламыз. Мінекей салмасын салып болып қалдым. Осындай керемет тамақ болып шығады. Иісі деген бұрқырап тұр, өте керемет. Егер сіздерге ұнаса, сіздер де осылай жасап көріңіздер. Дәмі өте ерекше. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сау болыңыздар.